Баршаңызға сәлем, қыздар, бүгін сіздермен өте дәмді жұп-жұмсақ булочки әзірлейтін боламыз. Ең алдымен бізге жылы сүт қажет болады. Ашытқымызды салып, 1 шай қасық шекерімізді салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Жылы жерде тұру қажет. Біздің апарамыз осылай көтеріліп дайын болады мінекей. Енді осыған жұмыртқамызды, шекерімізді, тұзымызды, сары майымызды ерітілген, аз ғана ванилинімізді салып жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан қосып, үйеншіктің көмегімен араластырып отырамыз. Бірденен ұнды қосып, қатты қамыр илеп алуға болмайды. Аз-аздан електің көмегімен өткізе отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей біздің қамырымыз осылай кішкене қолға жабысатындай жұп-жұмсақ болуы қажет. Енді ашуға бетін жауып 1,5-2 сағатқа жылы жерге орап қойып қоямыз. Осымен біздің қамырымыз ашып дайын тұр. Мінекей арнайы бөліктерге бөліп аламыз. Мен қазір сіздерге 2 түрлі булочканың жасалу жолын көрсететін боламын. Сіздер өздеріңіз қалауларынша жасай берсеңіздер болады. Арасына салмасы салсаңыздар да болады, немесе мен қазір біреуіне шоколад саламын, біреуіне джем салып қолданамын. Солай жасасаңыздар да болады. Осындай кез келген баклажка немесе осындай кішкене үшкірлі стаканды қолданып дөңгелек жасап аламыз. Пышақтың көмегімен шет-шетін тіліп шығамыз. Видеода көрсетілгендей, қазір біз жақсылап гүл жасайтын боламыз осымен. Жақсылап тіліп алдық. Енді осы тіліктеріміздің шетін жақсылап бекітеміз. Видеода көрсетілгендей. Қараңыздар, қандай әп-әдемі гүл шығады бізде. Енді ортасына үйдегі бар кез келген тосапты салсаңыздар болады. Мен малинаның джемін қолдандым. Аз-аздан салып қоямыз. Бетін жауып 15 минутқа көтерілуге қоямыз, әлі духовкаға салмаймыз. Енді кезекте екінші түрін көрсетейін сіздерге. Осылай дөңгелектеп аламыз қамырларымызды, шет-шетін жаңағыдай тіліп шығамыз. Міне осындай бізде гүл болады. Енді бұның арасына начинка салсаңыздар болады. Менде осындай шоколадтар бар. Арасына салып, дөңгелегімізді жақсылап бекітеміз. Жаңағыдай кесіп шығамыз шет-шетін. Мұқият болыңыздар, ортасына қатты апарып шоколадты шығарып алуға болмайды. Осылай шетін жақсылап бекітіп аламыз. Мінекей. Кез келген салманы салсаңыздар болады. Джем, немесе варенье, сгущенка. Жаңағы тұрған булочкаларымызды алып, енді бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын қызып тұрған духовкада 170 градуста пісіріп аламыз қызарғанша. Екінші булочкамызды да солай бетіне қалауыңызша мен миндальный слайд септім. Қызып тұрған духовкада бұны да пісіріп аламыз қыздар. Булочканың ең басты фишкасы ол духовкаға салмас бұрын 15-20 минутқа бетін жауып көтерілуге қойып алу. Сол кезде біздің булочкамыз өте әдемі, әрі пышный, жұмсақ болып шығады, тура видеодағыдай. Міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар, жасалу жолы өте оңай. Дәмінде енді сөз жоқ, әрі дастарханыңыздың сәнін келтіреді.
видео сіздерге аманат, таратуға, сатуға рұқсат етілмеген.